Армысыз қадірлі көрермен, Қайрат Реал 0-5. Бұл есеп керісінше болатынына, Қайраттың Реалды жеңетініне бір көкірегімізде кішкене үміт қоздырып жатқан сияқты еді. Бірақ ойын аяқталған кезде біз шынында да деңгейді мойындай отырып, сәл ертерек үміттенгенімізді тағы да мойындаймыз. Өйткені құрметті көрермен, Қайрат бірінші таймда өте жақсы ойнады, бірақ ары қарай шынында да Реалдың сиқыры іске асып кетті. Ешкімде жазғымыз келмейді. Ең бастысы бүкіл жанкүйерлердің көңіл күйіне қосыламыз. Мұндай үлкен ұлы футбол матчтары бізге керек, және Қайратты осы Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шыққан үшін де бір алғыспен ризашылық білдіріп қойсақ болатын еді. Бірақ көңіл шіркін көп нәрсені қалайды. Спортингтен жеңілгеннен кейін енді Реал өз ауылымызға келген кезде қалай болар екен дегенде алдымен тең ойнасақ, одан кейін бір гол соқсақ деген үміт кетті, бірақ оның бәрін іске асырмады. Хет-трик жасаған Мбаппе, екінші таймда шыға салысымен екі керемет пас берген Родриго, шынында да Гүлер, басқа ойыншылар, Мастантуоно, тіпті осы 18-19-дағы Мастантуононың біздің футбол мен олардың футболының айырмашылығы жер мен көктей екенін анықтап берді. Әрине, қақпада тұрған Шерхан Қалмырзаның ерлігін әлі де талай айтамыз. Қаншама сәтті жоққа шығарды. Ең бастысы ойынды оқи білетіндігімен бір ерекше көзге түсіп тұр. Сондықтан бұл матчтың үздігі күмәнсіз Шерхан Қалмырза деуімізге болады. Бірақ өзіміз Қайратымыздан байқаған біраз нәрсені айтып өтейік. Айбалаңда қарсыластың барды, бірнеше рет жақсы барды, бірақ пас жоқ. Жоржиниде де сол, Громыкада да сол, қос қапталдан ашылған ойыншылардың ешқайсысы пас алмай жатты. Әрине, Дастанды өте жақсы зерттеп алғаны білінеді. Не Ден Хойсен, не Давид Алаба алыстан бірде-бір соққы соғуға мүмкіндік берген жоқ. Ал алыстан соққы бағыттауға мүмкіндік берген сәтте Громыканың да, содан кейін Луиш Матаның да тамаша соққыларын Куртуа әдемі қайтарды. Қайрат әйтеуір түсін көрсетті, бірақ одан арқаға мүмкіндік жетпейтінін бәріміз сезіп тұрдық. Екінші байқаған нәрсеміз, біздің футболшылар жылаңқы деген кезде жата қалып айыпдауын сұрайды, жата қалып төрешінің өзінің пайдасына ысқырған сұрайды, жата қалып пенальти сұрайды. Тіпті мынау Громыка пенальти сұраған сәтте, яғни пенальти алдымен белгіленіп, содан кейін пенальти алынып тастаған сәтте тіпті алаңнан қуылып та кететін еді. Қайта төреші аяды. Тіпті ондай жағдайда біз тіпті онсыз да бас терісіміз келіспей жатқан кезде жағдайымыз өте одан да қиындайтын еді. Үшінші мәселе, негізгі мәселе осы, бізде орталық алаңға өте мықты ойыншы керек. Офри Арат бір ойында бір айналғанда шыр айналып, шынын айтқан кезде қаншама қолды ұстады. Екі жаққа кезек-кезек пастар тасталатын сәттерде сонша сансырағанына жол болсын. Дан Глезер қашан айығады, немесе Әділет Садыбеков негізгі құрамға жарамайтындай ойынын сонша нашарлатып алды ма дегенде ой келеді. Дамир Қасаболат әрине жалғыз өзі жұрттыққа жаман бола алмады, бірақ Дамирдің де көзге түспегенін айтуымыз керек. Осы тіпті екінші гол соғылған сәтте көрдіңіздер ме? Куртуа тұрды да қозғош жердегі осы Мбаппеге қандай керемет пас шығарып берсе. Біздің орталық алаң жоқ, оны күтіп алатын ешкім жоқ ол жерде. Сондықтан өкінуге тура келеді. Содан кейін тағы бір байқаған нәрсеміз, біздің команда екінші таймда кәдімгідей шаршап қалды. Спортингпен ойында да осы жағдай байқалған. Неге 1-4 болады, неге 0-5 болады Чемпиондар Лигасында? Яғни біздің команда маусымның бел ортасынан асса да, біздің чемпионаттың түбі көрінсе де, дәл бұл уақытта маусымға енді кірген командалармен кәдімгідей ширақ ойнауға тиіс еді. Яғни бірінші таймда Реал қатты шаршатып алды, екінші таймда сол шаршатқанның пайдасын көрді. Еркін Тапаловты Винисиус Жуниордың қалай қинағанын көрдіңіздер. Орталық алаңдағы Чуаменидің қалай қарсыласынан тіпті зорайып, бір алыптай көрінгенін де өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан жалпы Қайратты жазғыруға тілім бармайды. Өйткені біздің деңгейіміз осы. Әрине, жаңағы пенальти расталып, Эдмилсон пенальти соғып кеткенде мүмкін ойын басқаша қалыптасатын еді. Бірақ бәрібір тура сол Спортингтегі сияқты біздің орталық қорғаушылар мезгілімен орала алмайды. Үшінші гол соғылған сәтте Мартинович орала алмай қалды. Содан кейін голдарды Егор Сорокиннің бір көктеп өз алаңына жеткенше мәселенің бәрі шешіліп қойды. Демек, бет-бе-бет алдасуға келген кезде, сосын қысқа пастарға келген кезде Реал бізге нағыз футболдың қалай болатынын көрсетті. Және хет-трик жасаған Мбаппенің үшінші голын көріңіздерші. Сол қапталдан Родриго пас береді. Гүлер не істейді? Ақырын ғана аяқтың ұшымен
Мбаппеге топтың траекториясын сәл ғана өзгертіп жіберді де траектория Қалмырзаның қол жетпейтін қашықтықта допты қақпаға тоғыта салады. Яғни дегдар футбол деген осы. Біз осы дегдар футболға қашан жетер екенбіз? Әрине 2015 жылы Астана шықты чемпиондар лигасына, биыл Қайрат шықты. Бірақ шыққаннан кейін 2 ойында 9 гол жіберу деген бұл шынында да кішкене ұяттау нәрсе. Әрине соңғы осы чемпиондар лигасына шыққан команданың соңғысы болып қазір Қайрат тіркелу өте мүмкін, өйткені 2 ойында бірдей есеппен жеңіліп қалды. Дегенмен алдағы ойындардан бәрібір үміттенеміз. Қайрат бұдан кейін ұлттық чемпионаттағы КПЛ-дағы жетісумен матчын өткізеді 5 қазанда. Одан кейін ұлттық құраманың матчынан кейін, 2 матчтан кейін бірден чемпиондар лигасына оралады, яғни Пафос командасымен. Кімнен ұпай аласың десе, осы Пафос, Брюгге, Олимпиакос командаларын ерекше атауымыз керек. Ал енді Интер мен Арсенал қандай қиын тиетінін біз осы Реалдың жағдайында көріп отырмыз. Ал Реал болса күшті құраммен келді, күшті құрамды шығарды. Әрине Себальостың шыққанда өз басым таңғалып қалдым. Джуд Беллингемнің шықпағанына таңғалып қалдым. Қапталдан карьерасы бітірген Асенсионы шығарды деген сияқты. Яғни Хаби Алонсо Ла Лига мен Чемпиондар лигасының арасындағы тепе-теңдікті өте жақсы сақтайтынын көрсетті. Және былай қарағанда Реал бір аяғымен жүріп өтіп кеткендей көрінеді. 5-0 дегенде тіпті біз үшін Реал үшін бір ойнақы есеп болып тұрған сияқты. Бірақ тағы да қайталап айтамыз, Қайратты жамандауға аузымыз бармайды. Барын салды. Қайрат өз жанкүйерлерінің алдында қақпаға ең қауіпті соққы жасады. Тіпті бар ғой, Дастан Сәтбаевтың 1-ші секундтарда, 14-13 секундта қақпаға баспен бағыттаған соққысы тіпті басқа емес, Оразбақтың өзін тәнті болып отыр. Бірақ тәжірибелі қақпашы Куртуа қалай позицияны өте жақсы таңдайды, артық кеткен жоқ, тура ортадан күтіп алды. Дастанға бұл жерде шынында да қақпаға соққы бағыттаған сәтте бір ашық түсті бір көріп алуға қажет сияқты. Мұның алдында Спортингпен ойында да тура ортадан тегеурін соққы бағыттағанда басын көтермей тепті ғой. Осы жолда көзін жұмып тұрып соққандай болды. Ал екінші таймда алаңға шыққан анда-санда бір әйтеуір айында жылында бір гол соғатын Камавинга баспен қалай соғып кетті. Міне осындай сәттер бізге кәдімгі сабақ болуға тиіс. Тағы да қайталап айтамыз, Қазақстан жұртшылығы түгелдей Қайратқа жанкүйер болды, талай адам кірмей қалды деп естіп жатырмыз. Өз басым билет алуға о бастан талаптанған жоқ, үйден көремін дедім. Үйден көрдім. Сондықтан жанкүйер кірмей қалған, стадионға кіре алмай қалған жанкүйерлерге әрине Астана, Алматы қаласының полиция басқармасы, басқа да ұйымдастырушылары дұрыс ұйымдастыруын алдағы уақытта қалайтын едік. Мұндай олқылықтар болмау керек. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Ресейден, Польшадан, Қытайдан қаншама жанкүйер келді. Әрине олардың бәрі Қайратты жерге бір шырт кіріп ренжіп кетпесі анық. Ең бастысы сонау Пиреней түбегінен мұндағы Қазақстанға дейінгі 6-7 мың шақырым жүріп өткен Реал шынында да бізден әлдеқайда жоғары екенін көрсетіп отыр. Ал хет-трик жасаған Мбаппе 2021 жылдың наурызында Қазақстан-Франция кездесуінде Мокинге пенальти соқып болған еді. Бүгін пенальтиде де соқты, қақпашымен бетпе-бет шығып та соқты, паспен де керемет гол жасады. Ендеше ол сол пенальтinin кегін толықтай қайтарды десек болады. Әрине бұған күлмейміз, бірақ Қайрат жеңілді деп және салымыз суға кетпейді. Бұның бәрі бізге сабақ. Ендеше жігіттерге алда уақытта жігерлеміз, сөзімізді осымен қорытындылаймыз. Ең бастысы Реалдың ойынына қандай талаптансаңыздар, алдағы Пафоспен ойынға да сондай бір ықыласпен барып команданы қолдайықшы. Бұл басы ғана, біз ары қарай өсуіміз керек. Сау болыңыздар.